Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз деген жауынгердің қатысуымен болатын комбинацияларды қараймыз. Немесе бұларды жауынгердің қатысуымен болатын комбинация ғана емес, жауынгердің мықтылығы, өтетін жауынгердің артықшылығы, өтетін жауынгердің күш қуаты деп тақырып қоюға болады. Өйткені комбинациялар көбінесе осы өтетін жауынгердің қатысуымен болады. Енді комбинацияның жасардың алдында қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ең бірінші біздің үш жауынгерімізге мына қара патша әдемілеп тұрып шабуыл жасады. Сол себепті егерде біз тез арада бір белгілі бір іс-әрекет жасамайтын болсақ, онда жағдайымыз қиын болады. Бұлай жүретін болсақ, ол бізді бұлай бөгет жасайды, содан кейін бүкіл жауынгеріміз жек қояды. Егерде біз бұлай жүретін болсақ, ол да емін-еркін бізді бәрін бөгет жасайды, бүкіл жауынгерімізді жек қояды. Соған байланысты, егер сіздер менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыздар, қорғанысты бұзу тақырыбын тағы да бір рет қарап шығыңыздар. Сол жерде міне қорғаныс. Осы қорғанысты біз қазір бұзамыз. Алдыға жүреміз. Алдыға жүреміз. Ол мысалы бұлай жейді. Енді мына жауынгердің алдында екі кедергі тұр. Бірінші кедергі және екінші кедергі тұр, дұрыс қой. Мына кедергінің біз деген емін-еркін өтеміз, ал мына кедергіні өте алмаймыз. Соған байланысты былай көңілін басқа жаққа аударамыз. Былай жүреміз. Сонымен ол алдыға шығып кетеді. Мысалы, патша қуып жеткісі келсе, ол мына жауынгердің квадратына кірген жоқ. Егерде сіз менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыз, бұл мәселе көтерілді. Енді екінші мүмкіндікті қарайық. Жүреміз, ол былай жейді. Енді мына жерде мына жауынгер және мына жауынгер бізге кедергі жасап тұр. Соған байланысты біз бұлай жүреміз. Ол жейді және бұлай жүреміз. Қайтадан қара патша жауынгердің квадратына кірмейді. Түсінікті ғой, және үшінші мүмкіндікті қарастырайық. Бұлай жүреміз. Бұлай жүреміз. Егерде бұлай жейтін болса, онда біз бұлай жеп өтіп кетеміз. Көрдіңіздер ғой? Осы жауынгермен, жауынгердің қатысуымен болатын комбинация, немесе өтетін жауынгердің, өткінші жауынгердің мықтылығы. Келесі мысал. Енді мынау бізде өтетін жауынгер. Дұрыс қой? Өтетін жауынгер. Алайда оның алдында екі кедергі жасап тұр. Екі ойыншы кедергі жасап тұр. Ол ат және піл. Жауынгердің алдындағы нәрсені босату үшін біз деген мына пілді жек қоямыз. Ол былай жейді. Және біз алдыға қарай жұмыс істейміз. Шабуыл жасадық. Және патша бізге жақындай алмайды. Мысалы, ат бір жақ кететін болса, біз уәзірге айналамыз. Егерде ол бір жаққа кететін болса, онда біз емін-еркін мысалы шабуыл жасасақ болады. Түсінікті ғой, осындай жағдай. Бұлайды жүруге болады. Екі соққы әдісі. Мынаған шабуыл жасадық, және мынаған шабуыл жасадық. Бірақ ең оңайы бұл жерде шах, кешіңіздер, шах жеді, және біз бұлай алдыға қарай жүреміз. Мына жер тоқтата алмайды, егерде патша келетін болса, біз онда мынаны бұлай жек қоямыз. Жарайды. Келесі мысалды көрсетейін. Міне бізде өтетін жауынгер. Бірақ мына ат бізге кедергі жасап тұр.
Я, мына ат бізге кедергі жасап тұр. Соған байланысты бұл аттың көңілін басқа жаққа аударайық. Шах, екі соққы әдісі, шабуыл және шабуыл. Ең басты мәселеміз бұл жерде комбинация жасауымыз. Мына жауынгердің емін-еркін өтуіне көмектесуіміз керек. Ол бізді жейді. Алдыға және алдыға. Сонымен қаралар біздің жауынгерімізді тоқтата алмайды. Көрдіңіздер ғой. Мен сіздерге сабақтың басында айтып кеттім. Бұл жерде жауынгердің қатысуымен болатын комбинация немесе өтетін жауынгердің мықтылығы, күш-қуаты. Көрдіңіздер ғой, тағы бір рет көрсетемін. Шах. Мына аттың көңілін басқа жаққа аудару керек. Өйткені бұл ат деген мына жақты бөгет жасап тұр. Мына жауынгерге өтуге мүмкіндік бермей тұр. Шах, кеттік. Егер де мысал былай жүретін болса, онда біз уәзірге айналамыз. Келесі мысал. Мынаны қарадық. Мынандай мысал. Сонымен қалыптасқан жағдайға баға берейік. Мысалы, ақ патшаның жағдайы жақсы, жауынгерлері жақсы, бірақ мына жауынгері жалпы жалғыз тұр. Жалғыз тұр. Және қаралардың мынандай әдемі өзінің шегесі бар. Егер де сіздер менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыздар, бұны анда-санда шеге дейді. Анда-санда бұны қосалқы өтетін жауынгер дейді. Болашақта жауынгер болады. Тек қана уақытша осы шеге жұмысын атқарып тұр. Жейміз. Енді алдыға қарай жұмсаламыз. Егер де уәзірде бір болатын болса, онда піл көмекке келеді. Енді байқасаңыздар, біздің жауынгеріміз емін-еркін уәзірге айналады. Тағы бір рет көрсетем. Мынау бізде шеге жауынгері міндетін атқарып тұр. Дұрыс қой. Енді осының алдында кеме тұр және жауынгер тұр. Осылардың бәрін көзін жоюға тырысамыз. Жейміз және алдыға қарай жүреміз. Жалғыз жүріп жол таппаймыз. Көмекке пілімізді шақырамыз. Енді мына жерді жасаймыз. Келесі мысал. Сонымен сол баяғы өтетін жауынгер. Бірақ оның алдында қара патша тұр. Сол себепті қара патшаның көңілін басқа жаққа аударайық. Шах. Ол жейді. Және біз мат қоямыз. Ал егер де ол деген кемемен жейтін болса, онда біз жейміз. Содан кейін қайттан шах. Көрдіңіздер ғой. Өтетін жауынгердің артықшылығы осындай кезде байқалады. Мына бөгетті алып тастау керекпіз. Өткені қазір қаралар мына атпен мына біздің жауынгеріміз жек қояды. Шах. Жейміз. Және уәзірге айналамыз. Немесе шах бұлай жүретін болса, онда біз оған бұлай шығып уәзірге айналдырамыз. Тағы мысал. Тура осындай жағдай. Міне біздің өтетін жауынгеріміз, біздің жұлдызымыз. Осы жұлдызды іске қосу үшін біз бар күшімізді саламыз. Бірінші, мына аттың көзін жоямыз, мына пілдің көзін жоямыз. Енді мынаның көзін жоямыз. Ал енді біздің жауынгеріміз уәзірге айналуға тырысады. Көрдіңіздер ғой. Жауынгермен болатын комбинациялардың басым бөлігі осы өтетін жауынгермен болады. Түсінікті ғой, өтетін немесе өткінші жауынгер деп атайды, оны айтуға болады. Енді орысша аударған кезде енді оның аттарын тағы да көресіздер. Жарайды, барлықтарыңызға рахмет. Видеоларды қарағандарыңыз үшін, лайк басқандар үшін, пікірлеріңізді қалдырғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Жақсылықта, енді ел аман, жұрт тынышта кездесе берейік. Сау, сәлемет болыңыздар.